Ассалаумағалейкум, әлеуметтік желі қолданушылар. Бұл Түркістан облысы, Сарыағаш қаласы, Тоқтаров көшесінде. Мына Тоқтаров көшесінің аяқ жағында мына бір заброшка бір үй бар екен. Бұл участка кімнің учаскасы екенін енді білмейміз. Мына осы учасканың мына подвалында, осы айналасында жаңағы арақ ішіп, көшеде жататындар осы жерге жиналады екен. Мына тамға да күн жылыса осы жерге келіп жиналып осы жерде отырып ішеді екен. Кеше осы жұма күні келіп қарадық. Осы жерде мына жерде бір емес екі мектеп бар екен. Мектептің арқа жағы екен мынау. Осы жерде мектептің оқушылары жаңағы келіп жиналып темекі шегіп тұр екен. Келсек осы жерде бір 7-8 оқушы. Сол 7-8 оқушыны қуып жібердік та, ар жағынан барып айланып келсек, тағы бияқтан бір 2-3 бала шығып жатыр. Енді бұны айтып жатқан себебіміз мынандай брошный, мына жерді қоршап тастау керек, или болмаса мынаны бұзып тастау керек қой. Мынау деген енді Құдай сақтасын, кешке жақын мына жерден бәріміз қыз өсіріп отырмыз, қыз балдары өтіп, кешке жақын мына жерде біреулердің қолына ілініп қалса, ең қауіпті жерде өзі бір бұрыш екен мына ерлердің барлығы. Кешке жақын қараңғыда мектептен қайтып жатқан кезде біреу жарым мына жерде бірдеңеге ілініп кетпей жатып, мынау Сарыағаш ауданының бас прокуроры сізден өтініш, ішкі істер бөлімі, әкімшілік тарап осындай жерлерді келіп бір көрсеңіздер. Мына жерде бір емес екі мектептің арқасы екен. Келіп осы жерлерді қарап, мына білім басқармасы жақтан келіп көрсеңіздер. Мынау ертең жас өспірім балдарымызға өте қауіпті нәрсе. Кейін мынау әзір жаңағы небір синтетический жаңағы адамды, балдарды улайтын нәрселер шығып жатыр ғой. Сондай нәрселердің бәрін кеп осындай жерлерде кеп қолданады да, мектептен жүгіріп шығады, осы жерге келеді, темекісін шегеді. Осы жерде не болса да жаңағыдай алдын алуымыз ғой енді. Соны өтініш, осыны алдын асаңыздар. Мынау өзі көшеде қуыс көше екен. Соны сіздерден өтінеріміз. Мына аудан әкімі, қала әкімі, осылардың бәрін елеп ескерсеңіздер. Мына ішкі істер бөлімі бар, прокурорымыз бар. Осыларды бір қадағаласаңыздар, сіздерден өтініш. Бұны айтып жатқан себебіміз прям мына мектептің арқасы болған екен, өте қиын жағдай. Әзір мектептің оқушылары тез еліктейтін кезі де оқушылардың 11-ші класс пен 9-ші кластың арасында өте қауіпті нәрсе бұл. Соны алдын асаңыздар, өтініш сіздерден.